Сәлем қыздар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осылай суда қайнатып пісіретін, өте дәмді болып шығатын, сырты қытырлақ, іші жұмсақ болып шығатын, бетіне ешқандай жұмыртқа жақпасаңыздар да осындай сарғыш болып, әдемі болып пісетін нан дайындайтын боламыз. Ендеше бастаймыз. Алдымен жылы сүт, үстінен жылы су, тұз, араластырып, үстінен біраз қасық қант саламыз. Біраз қасық дрожж салып араластырамыз. Енді ұнымызды салып қамыр илейтін боламыз. Ұнды бірден салуға болмайды. Қамырымызды осылай илеп алдық. Енді үстінен ертілген сары майды салып, тағы да қамыр біріккенше илейміз. Қамырымыз дайын болды. Енді бетіне салфан жауып, бетін жауып, бөлме температурасына көтерілгенше қойып қоямыз. Мінекей қамырымыз осылай ашуы қажет. Енді қамырды бөліктерге бөліп шығамыз. Мен 6 бөлікке бөліштім. Егер де сіздер нандарыңыздың үлкен болғанын қаласаңыздар, 2 бөлікке бөлсеңіздер де болады. Осылай қамырларымызды дөңгелек етіп, формасын келтіріп аламыз. Енді қамырымызды жайып, осылай жаямыз. Видеодағыдай нанның формасын келтіреміз. Енді ыдысқа су құйып қайнатамыз. Қайнағаннан кейін біраз қасық тұз саламыз. Араластырып, ішіне нандарды салып, 2 минуттай қайнатамыз. Осылай көлемі кішкене үлкейеді. 1-2 минуттан кейін нанды судан сүзіп аламыз. Енді нанды пергамент қағазына орналастырамыз. Осылай пышақтың көмегімен әдемілеп формасын келтіреміз. 180 градуста қызарғанша пісіреміз. Міне нанымыз пісіп шықты. Қараңыздар қандай күшті болып шығады. Ешқандай жұмыртқа жақпасаңыздар да осындай беті сарғыш болып, әдемі болып пісіп шығады. Сырты қытырлақ, іші жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Кәдімгі пешке бірден салып пісірген наннан да өте дәмді болып шығады. Және де мен YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта сіздермен көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.